Сен өзің машина жақсы көресің ба? Машина, иә? Жигули жақсы көремін. Наследский Жигули болса. Егерде мен айтқан қызды алатын болсаң, қасына джип қосып береді. Шынымен ме? Қуанып кеттің ба? Енді бері қара, Енді сол алатын болашақ жарыңның суретін міне қара. Мынаны аласың. Мынаға не болды, Неке деген негізі әйел қимай ма, еркек қия ма не? Айналаңа былай қарасай көзіңді ашып. Өзің қалыңдығың еркек сияқты, сосын кейін де еркек қиып атқан. Аузыңды айырып жіберем. Жаңағы сөздің сізге ешқандай қатысы жоқ. Ешқандай. Құрметті мырзалар менен ханымдар, сіздер бүгін күйеу жігіт Дәурен мен қалыңдық Нәзіктің неке қияр рәсіміне қош келіпсіздер. Үстіне не киіп алған? Мен де соны байқап тұрмын ғой соны. Папасы маған машина бергенше қызына көйлек әпермей ма? Әжемнің көйлегі. Иә. Ұзатылғанда киесін деген. Бәсесі, әженің еш шықты ғой. Күйеу жігіт Дәурен, Нәзік қалыңдық, сіздерді ортаға шақырамын. Күйеу жігіт Дәурен, қалыңдық Нәзік сізден тегіңіз сұрайды. Тегіңізді бересіз бе? Жоқ, өзімді біреу ақ. Дейіңіз? Берсей? Бересіз бе? Қоймадың мә? Не бұл? Тек қой? Томыран тегін ма? Енді өзің сұрады ғой? Ай, сауатсыз-ай. Гитараны тегін бере заман болды. Қалыңдық Нәзік сізден фамилияңызды сұрайды. Жоқ, кешіріңіз. Ешқандай. Ертең кредит ап, басымыз бәлеге қылды. Ой, кредит ап топ қалады. Құрметті күйеу жігіт Дәурен, қалыңдық Нәзік қызды өмірлік жар етуге уәде бересіз бе? Жоқ. Маған әкесі айтқан бірінші машина берем деген, машина берсін, содан кейін алам. Оған шейін. Машина берген жоқ па не? Жоқ. Қазір. Қалай бұл? Сондай бір уәдесі бар болатын, я. Алло, папа? Кәді машинаны күйеу балаңызға беремді біз бермеді деп отыр ғой. Қазір берем. Сақал. Алло. Я Басеке. Болды, ап барам. Басекең Бәйдібек бидің бойындағы автосалон Медина групп қалып келсін дейді. Нені? Сені? Машина аламыз ба не? Таңда бастайды машинасын. Любойын аласың. Қаға? Бірінші мен абасай машинадан бұрын. Қалыңдық не болды? Қалыңдық. Неке қалыңдығымыз. Неке не болды? Уалейкум ассалам. Қалайсыңдар, аман есен ба? Жұмыстар қалай жүріп жатыр ма? Енді мынау менің күйеу балам. Осы жерден жағдай жақсын, өзі таңдап қалағанын алсын, ақшасын өзі төлейді.
Osman sen. Osman olsun, aslı büyük. Büyük тұрғанда алып қалсай. Жағаласа бермеңдерші, машинаны алып жатқан мен ба? Мен өзім білемін, қай не машина алатынымды. Енді бұл. Асты не жақсы. Көсі. Қалаған да бұндай күнде бола бермейді. Осыны аласың ба? Аға, өзіміз көреміз біз. Өзіміз көреміз. Айтамыз аға. Айтамыз. Болды, айтамыз, иә. Новый екен ғой бәрі. Жігіттер, қашамыз. Түсіндіңдер ма? Ананың қызын амаймын мен. Қанша жеп берсе де амаймын мен. Амаймын. Жұмысым жоқ. Анам қазір жейіп оталып қалды қазір. Сол жейіпті оталдырып қашам қазір. Түсіндіңдер ма? Ерім десеңдер артынан еріңдер, ермейм десеңдер қала беріңдер. Бәлеге қалады, түгі де жоқ. Қаштанылар. Ұстаңдар. Қаш! Ұстаңдар, қайқырай қашты. Не қарап тұрсың ана алаяқтарды ұстамай? Қалайда оны жердің астына кіріп кетсе де табыңдар. Қалданылар светофорда. Қалдырып кеткенсің. Дәуге, бір жерге тоқташы. Не үшін? Суға балайықшы, шөлде өледі бұл. Ақша жоқ, су алатын жындысың ба? Ақшаң жоқ, көк түйінің жоқ қыз өнім. Онда Аполлон номері дегенге бар. Сол жерде су тегін. Май ауыстыратын. Аполлон ба? Ой, Аполлон емес, Аполлон. Май ауыстыратын нөмір бірінші. Аполлон. Қаяқта ол? Тіке жүрсей қазір мен айтам саған. Тіке жүре бер. Бағанан бері бар ғой. Екеуің сөйлеп келесіңдер. Бізге бұлай сценарий сөз бермеген ба? Не? Сөз жазбаған ба бізге? Сөйлеп өтсің ғой қазір. Бұл өзіміз сөйлеп отырық қой. Камераның назарына ілігейікті өзіміз сөйлеп отырық қой. Досым, не аласың? Ең бастысы Алланың назарындамыз ол. Болды ғой. Сенде бар ғой, болмайтын жерге ше. Бопты жүрші. Аполлон номер 1 деген осы жер. Міне, май ауыстырсаң болды, бәр нәрсе тегін. Су тегін. Су тегін дедің, е? Тегін? Беріңші судан. Суда деген ба? Тегін, бәр нәрсе тегін. Не деген? Мамыр айхан заман екен ғой, жер кәдімде. Ұстаң. Я алаяқ. Сен қашып құтылам деп ойладың ба? Сіз су апарам дедіңіз сіздерге ше? Құлағаның дәу болғанмен қала өзің сияқты кішкентай. Менің балдарым қай жерге, қай тесікке кіріп кетсең де тауып алдым әкеледі. Сен молданы звондап, қазір үйіне дайында. Мынаның аяқ қолын байлап, багажға салып, молданың үйіне апарыңдар. Қазір қызымды шақырам, сол жерде неке қию рәсімін өткіземіз. Салыңдар. Сен үшеуіңде жүріңдер. Болды аға, болды. Куәгер боласыңдар. Ала қызым қайтасың. Сен тойханадан шығып үйге қарай келе бер, молданың үйіне барамыз, қазір неке қидырамыз. Жарайды.
Наконец-то, жаным, назық сен. Осы некеңді қиса болды ғой, нақ сегіз да сенікі болады ғой. Уайымдап жатырмын, ше, уайымдап жатырмын. Біреудің үйіне қонамайын да мен күйеуге шықсам, біреудің үйіне барып қалай қонасың? Обай, жаныма үйреніп кетесің ғой? Үйреніп кетесің ғой, бірақ понедельник күні жұмысқа баруым керек. Қалай барамын? Осы үйден шығып барасың ғой? Ұзақ қой жаман. Ана жұмыстың дәл жанында да үйіміз. Мен қатысым жоқ қой. Кірейік. Келдік. Не, қыз келді ма? Басы келді, некесі қиындар деп отыр. Келді ғой, келді. Алаяқ. Адамды масқара қылып, не сұмдық бұл? Сіз ана қызды көрсеңізші өзіңіз. Қалай көрсеңші, ұнамай ма не саған, Ұнайды. Ұнатпай көр. Мені масқара қылдың ғой сен. Уәде қайда? Қазір анау келіп отыр осы жерге. Алдына барасын дестің ба? Ең главный келіп, некеңді қиса болды ғой? Иә. Арға біресе қыламысың. Кәні? Ай, осы сай. Келіп қады. Осылай кеп қой. Алып жүріңдер. Еркіңді қоя сені. Саламатсың ма? Үй жылы ғой шешшей. Ал енді айналайын қарындасым, мынау болашақ жарың осы, Құдай қаласа. Мынау енді адам отбасын құрып жатқаннан кейін әрбір қарындас қыз бала болғаннан кейін еркелейді, бірдеңе алғысы келеді. Қарындас, енді қыз бала болашақ жарынан бірдеңе сұрап жатады, сіз не сұрайсыз деген? Иә, андай бар ғой. Не бар? 14 қой, 14. iPhone 14. Иә, міне. Ой, iPhone 14 ондай ешқандай. Жоқ, отыр. Зарядчигін айтып отыр. Зарядчик деп отыр ғой. Зарядчигі де қымбат қой ғой. Çoğu olsun ya. Зарядчигін әперсең бопты да, не бопты? Зарядчик. Зарядчигі де қымбат емес пе? Шнур өзінде бар, головкасы болса болды. Головкың бар ма? Головка әперсең болды. Головкасы несі? Түсінсейші, айналайын. Телефонның зарядчигі. Ол да қымбат емес пе бағасы? 10 мың, 15 мың ғой. Қоймаш мейлі, маған адал болса болды. Иә, міне. Көзен сапасы болды. Сен көзіне шөп салмаса болды деймін да? Көзіне дейді, көзіне. Көзіне дейді. Міне көзіне шөп салмай, адал болсаң болды. Наның ба? Иә. Айфонда бере салам ау? Жоқ, сен бір жағына келсейсің, айфон әпер. Сәл адал болмасаң да бола береді, негізі іштесің. Ақылдасып алайықшы біз. Ойбай, ақылдасып, жиналыста отырмыз ба? Қаяқта отырмыз біз? Енді қарындасым, мына біздің заңда сондай бар. Өзі жігіттің қасына келгендер бір-бірімен ақылдасып, сырласу бөлмесіне. Заңдарың қаяқтың заңы? Қазір уайымдамаңыз, бәрі бітеді. Мына кісілер қала берсін өзі. Осы жерде тез бірақ уақыт. Жүрсіңіз. Күйеу, отыр. Сол күйі жоқ болып кетпесін, мына қоян жылында қоян жүреді зап кетпесін. Келеді қарындас, мен отырмын. Не болды? Тыныштық қой, не? Несі басыма түсіп тұрған мына сынақты көріп тұрған жоқсыздар ма сендер? Біз тағдырға иман келтірген мұсылманбыз. Соны айтсын. Маңдайыңа жазылып тұрған осы шығар. Маңдайыма сыймайды мынау, мен маңдайыма. Қазақ айтады, сегізін алғанша семізін ал дейді. Қойшы әкең құсамай бір болмайды мағаларды таға бермей. Маңдайыңа жазғанын көресің ғой, өзің ғой үйленбей жүрген енді. Осы биік тұрғанша Баяғыда үйреніп кететін ем бұндай болған білгенде. дүниесімен келіп тұр ғой, жібімен келіп тұр ғой, алсай, нартықты ау. Дүние құр. Сол жібіне қызығып қазір апалайын қазір, жібіне ойбай деп қызығып апап, ертең бұдан туылған қыздарды білесің ба? 4 жіп беріп өткізе алмайсың, 4 жіп беріп. Қайын жұртың жағдайы жетіп тұр ғой, қанша жіп берсең де Керегі жоқ. Қайын жұртыңа жіп деген нәрсе әшейін бір жіп сияқты болып тұр ғой. Қойыңдаршы. Тәуекел. Неге жылап тұр? Доссыңдар ма? Достан дұға келіңдерші, дұға жасайықшы, Алла. Біз бір Құдай ғана құтқарады бар ғой, Астағфиралла, астағфиралла, астағфиралла. Машалла десей. Машалла, машалла, машалла. Ай, сауатсыз, аяғы жағы. Алла болса болдыра бересің, Құтқаршы бізді, бізді сен ғана құтқарасың, Алла. Ұзағынан сүйіндер, ұзағынан. Далбасылай бермесе, дұрыстап Құдайдан сұрап отырық қой біз. Бізді құтқаршы мынадан, я Раббым. Дүниеден бас тартып, Аллаға жалбарған адам бірінші рет көріп тұрмын. Раббым, мына бәледен құтқаршы біз. Мына бәледен құтқаршы! Йопты гыдық десе, мен саған не айттым мен? Мен сендерге не айттым? Мен саған не айттым? Тұр, мен саған не айттым? Не айттың? Не айтқанын білесің ба? Еркек әйелдің рөлін ойнамасын деп айттым ба мен саған? Еркек әйелдің рөлін ойнамасын деп айттым ба саған? Кім ойнады оны? Отырған яқта біреу томардай болмай. Сен айтпайсыңдар ма? Мен саған Дәурен! Тұрсай! Екі ұқтады ғой сен.
Оянды ма мынау? Не ұйқы сенікі 2 күн бір вақтыға барып келген адам сол ба? Зор қойып алдық көке. Қазір есін жиса, осы жерде отырында келеді ана қыз. Кім? Кешек суреттен көрсеткен қыз. Амайым мен оны. Аласың. Амайым деп. Сізге кісілер келіп тұр. Қандай кісі? Алдың күні келген кісі. Қайсана мойын шығып кеткен ба? Жоқ дейсаш, өзіміз қырғын болып жатқан кезде мына жақта. Шықпасаңыз ұят болады көке. Сен де мынаған қарап отыр. Осы шаққан кезі ғой. Нағып алып келдің қалаға, нағып алып келдің біз, а? Болды деп. Сөзбен шешек. Кәні кино. Жүйттер не болды? Неменеге алып келдің аудан таптың жүрген жерімізден? Ойбек киноға түсіреміз. Сабыр сақта дәуге. Режиссер босамай жатыр ғой, түсіндір ғой өздерің. Қандай режиссер? Кәні режиссерің? Осы құлақтан түйіп жүр бар ғой, Су айт. Ойбай, киноға түсе қаламыз. Ақшаға басып қаламыз, ақшаны санаймай қаласың деген мен. Ақшаны емес, косяктарымыз санаймай қалдық қой, бауырым. Әдей істеп жүр дейсіңдер ме? Сондай болып қалды, әдей істеп жүр дейсіңдер ме? Біз түсінсе? Ауылдан не деп кеттік біз? Ойбай киноға, ауылға қайтамаймыз енді біз. Киноға түсіресің, жұмысым жоқ. Жаңа қызды алмайсың ба? Амай не керек жоқ, о қыз не керек бар маған? Өліп қаласыз дадым ба? 2 күнде зор қойып атып Болды, қашамыз мына айтып. Қашу керек па? Басқа не енді? Не дейсің басқа? Қазір мен папамды көрейін қазір. Адам қарап жатқан кезде қашу операция жасаймыз. Байқаш сені. Аржалып кетті ғой досым. Бүйтіп жүре берсең дарбыз тіледі әлі, болды сөзсіз. Балам! Ау, көке! Не болды, мойның салынды ма? Жақсы болып қалды. Ақшасын бердіңіз ба? 50 теңгесін? Қайдағы ақша менде? Сен де қой ақша. Олды өзім беріп кіріп шығамын да, Берсең бері бар. Алып шықтың аған бұл арам қап кетпекші ол. Бізге келген машина емес пе? Ол біздің машина сияқты екен ол. Біздің машина сияқтысыз, сен де кіміз ба? Сенен басқа адамда машина жоқ па? Шықтыш па? Да, все. Осы ше? Все, так кім үзілесіп жатыр? Да нет, вы не беспокойтесь вы, да, ага. Да, молодая семья мы, да. Ой, орысша сөйлесіп жатыр ма? Жоқ, тәжікше. Көріп тұрсың орысша екен. Баяғыда орыс тілінен диктант менен көшіретін адам. Вообще білмейтін еді ғой. Жена есть. С утра до вечера на работе мы, да? Жақсы сөйлейтін болып қалыпты ғой. Все. Ладненько, ага. Все, хорошо. Все, созвонимся, ага. Андрей кіммен сөйлесіп жатсың? Кім? Квартираның хозяйкасы. Квартира таптың ба? Сендерге дұрыс болды. Мына үйден бүтін үйдің астына зорға шықтық қой. Дұрыс квартираға жатыр екен мынау. Ертең сосын біз жайғасқаннан кейін. Жайғасқаннан кейін. Не болып жайғассың? Қайтып сөйлесеміз ме? Ой, сен сөйлеспейсің. Мен өзім жас семьямын деп квартирадан егес кеткен екен, сендер жайғастырамын ғой. Өзім тұратын адам құсап. Ертең сен жоқ кезде бұл келіп қап бізді қуып шықпай ма әйтеуір? Қуып шықпайды. Сендер уайымдамасыңдар жоқ жағы. Сен жоқ кезде келіп бізді тексеріп қалса, қазақ тапса иә, қазақтар жоқ па? Қазақтар бұл орыстардың квартирасында тұрады. Мұқағали атамыз айтқан екен, Алматы қазақтардың астанасы, ұйғырлардың асханасы, орыстардың баспанасы деп. Шымкентке не қатысы бар, болмайтын әңгіме айтпайсыз бе? Шымкентте сондай болып кеткен екен ғой. Шымкентке де сол келіп тұр ғой қазір енді. Алло? Келіп қалдыңыз ба? Болды. Біз дайын тұрмыз. Есіктің алдында. Келе беріңіз. Кім? Режиссер келе жатыр. Киноға түсіретін ба бізді? Иә, осы миымды жек қойдыңдар ғой, режиссерің кәне, режиссерің кәне деп. Мала десе. Келе жатыр міне. Сөзінде тұрады. Мына келіп қалмайсыз ма? Міне. Тұрыстап былай амандасып яғыңдар мақма? Уағалейкум ассалам, қалайсыз? Жақсысыңдар ма? Жақсы жеттіңіз ба? Жақсы. Үстіне не киіп алғам? Мынауың. Ұрық қылмысты ашуға келген детектив сияқты мынау. Режиссер деген осындай болады ғой. Қияли болмай ма? Амандаса шығарып алып. Қайсы ба, набалдар ма? Саламатсыңдар ма? Саламатсыңдар ма? Осылар ма? Осы бал жақсы. Ебі бар ма балдардың жалпы? Өнердеміз ғой, өнердеміз ғой. Өнердің түрі бар ғой, не істей аласыздар өнер болғанда?
Мен той жүргізем тамадамын ғой. Той жүргізем. Сізше? Мен бет ашам, артынан сразу жастардың некесін қиып кетемін. Ой, жақсы екен да, иә. Сіз не істей аласыз? Менікі қиындау сәл. Қандай? Анау тойхананың ішінде дәу шар тұрады төбеде. Екі жас жұбай астына келген кезде мен соны жарып үлгерем ғой. Сізден басқа адам жарамайды ғой. Жоқ, бойым ұзын, қолымда жаратыным бар да мен специально өзім істеттім. Ереке қалды бұран бар өнер болып кеткен бей? Жақсы. Машинаға отырыңдар онда, жүнді. Дальше көрейік. Отырыңдар. Көке жүріміз кетті. Көке жүріміз кетті. Жүріміз. Онда жігіттер, квартираға барайық. Иә, сөйтейік. Қоя тұрмыз ба, квартирасыныз? Бірінші тамақ жемейміз бі? Бір жерден барып тамақтанып алайық. Осы қалаға келгелі бері мен өзім байқап жүрмін. Бір тойып тамақ ішпеппіз ғой. Бәрі сен аласыз. Көке сәл жайрақ қаттырақ жүрсеңізші. Ой, қырық қой қалаң барлығы жігіттер. Камера толған. Нақшы мен камераны көбейт жүрген, е? Біреуіміз екеуден қойып тұғына біреулер. Негізі бар ғой, бұл камераны қойған себебі халықтан ең ақша жинаудың оңай жолы екен ғой. Қойш. Үйде жатып, камераны қойып қойып. Бірақ балыққа қармақ сап қойған сияқты. Өзі түсе береді ғой. Алтын балық құсап халықтың өзі түсіп жатыр мысалы қазір. Мен сонша естім. Осы камерадан, штрафтан түскен ақшалар бар ғой, мемлекетке түспейді деген. Енді? Екі-үш адам қалтасында түседі деген. Мен де естігем. 10% ма неге түседі деген ғой? Үкіметке қалған бәрі жеке адам қалды. Шымен бәрі үкіметке түссе, мысалы қыста қар жауды же, қанша күн жатты мысалы, соны тазалайтын еді ғой? Тазаламайды. Көктем болса көлдария болады. Көлдария сол. Судың бәрін ағатын жағынан. Az болса асып, бір көшен жуу жоқ. Көрініп тұр ғой бәрі. Сонда біз бүкіл Қазақстанның шоферлары болып 2-3 адамды асырап отырмыз ғой. Ғайбатқа өте жақсы кезіңдер, ә? Ғайбат емес бұл? Тастап қойсаң болды ғой, біз іліп кете береміз ғой. Таста да кетсей болды ғой. Адамдар. Ғайбатты шындық деп, несиені қарыз деп, зинақорлықты махаббат деп атасып жүрміз ғой қазір. Бәріне өсіп кетесің же. Қиындатады екен. Әжептәуір мощный жеңіл өмір сүрсе, легкий өмір сүрсе, сол ауыр жүрмей. Легкий өтіп кету керек қой. Гаймарит ұқсап бүйтіп ауыр болып жүрмесең, жеңіл жүр. Ана жерлерді өлтіріпті, ә? Талдардың бәрі қурап қапты қарасай. Осы талдарды бар ғой. Бір түбінің өзінше Африка елінен әп келеді екен ғой. Бәрекелді кетті қалай қаласа. Assalamualaikumlar. Waalaikumsalam. Yeğenler, arkadaşlar. Bizim mamaşınlarını қаяқтан біледі ма? Мағына сөйтпесін, Гүлнар дегендей болды ма? Гүлнар деп жатқан жоқ. Гүлнар. Түркше қайырлы күн деген сөз ғой. Қайырлы күн деген. Ташаккурлар. Ташаккурлар. Рахмет деген сөз ол. Таза түрік осында бұл кісі? Түркиядан арнайы келген повар ғой. Арнайы Түркиядан келіп тұрмасында мұна? Иә. Қойым, Вановкада бір алма сатып тұрған жерінен сүйреп алып келген. Бұл жерде кез келген Түркияға барудың қажеті жоқ. Өзі келіп тұр. Сонда біздің қазақтарына түріктің тамағын дайындай алмай ма? Адам істеген адам істейді ғой. Сол, адам істейді ғой. Тамағы былай тұрсын, шайының өзі бір ерекше ғой. Мына түріктің кесесі бардак деп аталады. Ұстайтын жоқ па не бұны? Құсшының киносын көрмегенсің ба? Құсшы бүйтіп шай ішіп отырады ғой. Міне,
құсшының шәйнегін көрдің ба? Түріктің асханасы бұл, не деген? Зор да бұл. Шәйнегін қара. Рекламаны өлтіреді. Бізді ауылдан кино түсіруге емес, бір реклама түсіруге алып келген сияқты болды ғой. Сондай болды. Сен бүйтші, кино басталам деген жерде рекламамен бәрін айтып ал да. Кинода таза кино түсірейікші. Шашаш жібердім реклама. Шашаш жібердім. Жігіттер не болса да мақтауын келтірді ғой. Қарында ашып кетті оның үстіне. Шымшық сойса да қасап сойсын дейді. Жақсыны көрмекке көрсек көрейік кетіп жүрсеңізші. Қайда отырамыз? Любой жерге отырсай. Дәурен, сен маған отырсай. Шынымен мынау кәм құламайсың, нық отырасың бүйтіп. Қойшы, семайдың шығарым болған кәдімгі. Ой, жүріңдерші. Оңсыз же мынау шашпай төкпей жейді екенсің де алдында. Біреуін ақ қою керек саған. О, бісміллә. Кімге отыру керек? Диванға отыру керек де. Алло, қайда жүрсің? Тамада сен қуасың бай? Сералы, мен саған сеніп тұрмын ғой енді. Қонақтарым келіп қойды. Қандай жағдай, мен сені қалай түсінемін, мен өзім қиналып тұрмын ғой. Сералы, тамадалардың бәрі осындайсыңдар ма сендер әйел? Бүкіл қонақтарым келіп қойды ғой енді. Сералы. Ассалаумағалейкум. Уалейкум. Қалайсыз? Темекі бар ма? Темекіңізден болса. Спичка бар ма аға? Спичка. Әкел бер. 12-де бір сайманың жоқ. Үйіңнен тек қана ердің қалып шықтың ба? Не болды ашуланып? Ой, әкең төбеде той беріп жатырмын. Тұсаукесер той. Соған тамадам лақтырып тұр ғой. Сералы деген жігітке бергем. Келе алмайым дейді. Жағдайым бірдеңе деп. Аға, ешқандай уайымдамаңыз сіз. Адамына жолықтыңыз ғой дәл қазір. Мен өзім командам бар ғой, той басқаратын. Қой, ей? Дәу командам бар ғой. Болды. Прям дәл қазір келе алам ба? Дәл қазір келгенде осы кафеде тамақтанып отырмыз ғой астында. Қой? Ақшаны беріп қойыншы, ана тамадаға берем деген 100 мың мынаны. Ал, ұнап жатсаң тағы берем, інім. Болды аға. Келесіңдер ғой? Келгенде енді бір но болып тұрды аға бір. Не но? Балдардың киімі жоқ. Қойын прям тыржалаңаш жүрмеген шығар енді? Жоқ, тыржалаңаш емес қой, мынандай киімдері бар. Костюм шалбарлар жоқ та? Ой, тұсаукесер, не костюм шалбар керек? Прям кіре беріңдер. Екінші этажда боламын. Болды аға. Темекін кейін шегесін, давай. Уақыт жоқ, бол, тез. Болды. Келіңдер. Екінші этаж. Болды. Балдар қайтайын. О, шай келді. Шайнекпен бермейді ғой, үйіс береді қоясың, ә? Берсе болды, ладно. О, жаңа құшшының жайы ма? Қып-қызыл шипір қой кеп тұрды. Сабар, ұқсып кеткен бәлі. Ей, ішіп көрсе ішсен. Жігіттер, шай жуатсыздар ма? Заказ беруінде жақсылап тамақтанып алды. Ержан, 1 минутқа. Кеп кетші, бір әңгіме бар еді. Қандаш. Заказ беріп қойдық қой. 10 минуттан кейін келеді деді ма? Ержан, мына төбеден жақсы отыр шығып тұр. Соны жүргізу керек. Әр аяқ алсын көрейін мен. Мыналар ма? Бұлар ауылда 5 жерден басқа ештеңе жүргізбеген ғой. Ой, үстеді ғой бұларда. Домбыра бар ма? Домбыра барлығы бар, мен барып алып келемін қазір. Тұсаукесер екенде балдарға жақсылап дайындалсын. Жырту керек мағыма. Давай. Жігіттер, өздеріңді көрсететін кез келді. Кімге? Не көрсетеміз? Кімге не көрсетеміз? Режиссерға. Нені? Өздерің емес пе жаңа? Ойбай, өнердің ауылдамыз, тамадам, беташам, шаржарам деген. Сол жоғарыдан заказ алыпты. Уже ма? Жоғарыдан бізге шығып жатыр ма уже? Ойбай. Ой, осы кафенің 3-ші этажынан. Осы кафеңіз мен жоғарыдан бір әкімдер ма шақырып жатыр екен. Бірден жоғарылап кетіп не болды деп. Өздерің емес пе? Ойбай. Өнердеміз, өнердің ауылдамыз. Киім жоқ қаяқтан оған қазір. Біз ауылда. Біз жүргізуіміз керек өзінде. Мен бешердекті жүргізбесем бола ма? Тұсаукесер деп айту жаңа. Мә. Бергер. Тұсаукесер қаз балам. Аға. Бастасаңдаршы. Бастағанда адамдардың жиналмай ма? Адамдар түгел ғой жиналып қойды ғой. Жеңшемдер келмей ма? Сен жеңшең несін демексің, ә?
Жоқ, не істемекшісің ол жаңағы бала келмей ма тұсауын кесетін? Қайдағы бала? Кітаптың тұсау көсері айналайын. Кітап па? Ақынмын ғой мен. Ақынсыз ба сіз? Мен прическамнан көрініп тұрған жоқ па? Мен страшный ақынмын. Болды, аға. Уайымдамаңыз, бастаңыз, болды. Ана бірінші сөзді депутат көкелеріңнен бастайсыңдар. Ержан. Ержан? Болды, аға. Уайымдамаңыз. Қош келдіңдер. Баста. Мына құлағын турлап беретін бір мұсылман табылмады ғой, Қайсар. Құлаған әлі турлап жүрсің міне оны? Еш болмай жатыр ғой. Сен не істеп жатсың? Не істеп жатсың дегенде шар жармай ма қазір? Поқ өткізіп төбеден. Шоу көрсетеді мен ғой? Шоуменмін десе бүгін сен, ә? Сонда болып тұр ғой. Өзім көрсетпесем ешқайсысын көрсетемейсіңдер ғой. Кеш мынаны қырқып жіберші мына жерді. Пышақпен. Кеш жіберші. Абайлашы қолымды. Қан жасап, шоу ерте басталып кетпесін мына жерде. Мынағында мына жерде жалбырап тұрған кеш жіберсен де. Дұрыстап ұстасай, дұрыстап қатты ұстасай. Мына жалбырап тұрған кестеді ме осан? Өзің дұрыстап айтпайсың мен? Жалбырап тұрған ғой, бәр жер жалбырап тұрған. Құрттың ғой мұнан, Қайсар. Болмай ма не, ол не? Мына өзі сетінеп тұрған сияқты ғой, тартып. Мына бейте салайық. Қолына қап салайық мынаны. Бәрін ап тастамақшысың ба? Мешайт етеді ғой, осында қолыңа да бейт тіреледі онаң бәрі. Онсыз да мына астында ізі бар екен ғой, мына кір-кір болып тұрған іздер. Сонымен ақ бүйтіп тарта бересің. Әке бұны қырқып тастайық бәрін. Ержан, болды, бастаңдар, жібер, болды. Қазір. Адамдар жиналып қойыпты ғой. Болды, қазір. Қаз балам, қадам бастаң, маз балам, тұсау кезейін. Қаз балам емес, осы бөлім оқылып отырсың ба? Жібермеш бұл. Асабасы арыстаны, ақсақалы данышпаны, қайран біздің қазақ ел. Мына білдірілген бала кішкене қадам басқаннан кейін қадамы нық болсын деп, біреулер тоқ шекпенсе тоқшылық болсын деп, біреулер ала жіппен кеседі аға, біреулер ешкімнің ала жібін аттамас деп, біреулер аш шекпен кесетіндер жоқ. Сондықтан баламыз қаз балам. Бергел. Қайдағы қаз балам ай? Кітаптың тұсау көсері ғой. Айтпады ма де анау? Балаңыздың тұсау көсері деді ғой. Кітаптың тұсау көсері. Ақынмын, кітап жазған. Енді бұл кітапта сіздің бір балаңыз емес баға. Ішіңізден шыққан шұбар жылан ғой бұл да аға. Дұрыс аға, ішінен шыққан шұбар жылан оңай емес кітап жазуда. Дұрыс. Сондықтан да ағамыздың осы кітабына спонсорлық қылған ағамыз да төрде отыр. Олай болса баршаларыңыздың құрмет қошеметтеріңізбен депутат ағамыз шақырамын. Депутат келмей ел болмас дейді ғой біздің қазақта. Келіңіз депутат аға. Олар әлі отыр ма? Жігіттер, дайынсыңдар ғой? Сен шар жарасың? Мен дайын. Сен ән айтасың? Бұл үшіндер басынан деп отырық. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум аға. Мінекейіңіз. Ал, мына қаламың ұштала берсін, кітабың құтты болсын, соңғы кітап болсын. Негізі бұл рәсуа ғой әшейін. Қазіргі жастар кітап оқымайды бәрін әлеуметтік желіде. Сондықтан мен дос болғаннан кейін, спонсор бол дегеннен кейін досшылатып айтады десеңші. Көңіліңе қарап досшылатып айтады енді. Көңіліңе қарап әйтеуір спонсор болдық қой. Ақшаны қалың алып кеткенің кітаптарың жұқа ма? Көрмейді аға. Жүйесіз анау бір ағасы сияқты кітап жазған ғой. Сөйтіп бүкіл достарын шақырып, қалай, кітабым қалай, оқыдыңдар ма десе, достар айтады дейді. Кітабың жақсы, бірақ қағаздар кішкене қаттылау екен де. Жүріп кете берген да аға. Қалың болғанда. Ал Олабыз аға, лентаны қиыңыз өзіңіз Олабыз аға. Қол соғып қояйық, құрметті ағайындар. Ал. Бәрекелді. Сенің ағаң керемет, одан артық не керек? Қамқоршымыз болып жүр, нұрын себелеп. Өзі сондай сыйлы адам, жеңешемді сыйлаған. Ағам бардау алдыңдау, неге қиналам? Ағам бардау алдымдау, неге қиналам? Бәрекелді аға, сіздің құрметіңізге. Мына байғазың болсын айналайын. Берсеңдер сендер де қыстыр. Беріңдер де абайды. Бәрің беріңдер. Рахмет аға. Сіздің құрметіңізге айтты аға жігіттер. Рахмет. Рахмет аға, Алла разы болсын. Өсіңдер, өніңдер. Бұл кітаптың
Қағаздары жұқалау екен. Ағамыздың кітабының ба? Жаңа әзілге айтып жатсыз ба? Қағаз жыртылып кете береді десеңізші. Мына балдардың әзілдері өтті маған. Өзім сияқты ауылдың балдары сияқтысыңдар ғой. Ауылдікіміз аға. Сендер бер жақындаңдар. Бүгін бір жас ерекшелік болмасын, мандат, субординация сақтау деген болмасын. Бүгін бір ерекше өзіміз бір жақсылап, көсіліп отырайық, кеңдер жақындаңдар. Аға енді мынау енді ағамыздың енді сонда да енді кітабының қалың жұқалығына емес, ішіндегі жазған дүниесіне үңілейік. Ағамызға бір өлең оқысақ аға. Айтсын. Авторға. Бәрекелді. Аға. Кітап енді өзімдікі ғой. Қарамай-ақ оқиын. Қалықтадым көккемен, ай мен күнге жақынмын. Бәрекелді. Бәрі оқып жатыр ма? Демек мен зор ақын. Ой, керемет, зорсыз аға. Зорсыз. Ағамыздың керемет аға. Ағамыздың осындай әдемі жыршымақтарынан кейін бізге де неге батыр, ой келіп жатыр аға. Мына ініңіздің әдемі бір депутаттар жайлы несі бар, жаңа айттыңыз ғой, мандат нәрсе болмасын, арамызда ешқандай не болмасын деп. Бір көңіліңіз көтеретін депутаттар жайлы бір әні бар. Сайла, депутатты сайла, қалдырмайтын беймаза бір ойға. Сайла, депутатты сайла, ауызыңды қаратпайтын айға. Ертеңіңді ойла. Құрғақ сөзбен ел жұртының қанын ішпеген. Сайлаудан соң уәдесінің бәрін істеген. Нұр отанды еске алмайтын сағынышпенен, тендір деп түсінбейтін бағыр істеген. Таңда, депутатты таңда, ақиқатты айта алатын ханға. Таңда, депутатты таңда, ар намысын сатпайтұғын нанға. Жыламайсың сонда деген екен. Кеңдер бер, жақындаңдар, отырыңдар. Мынау кімнің әні өзі мынау? Кел, жақындаңдар, кел, тартынбаңдар. Інім, тамақты алдырсай, тамақты. Тамақ бол. Әкел. Кел, інім, кел. Аға шынымен жаңа Нұрлан Есенқұлов деген ініңіздің әні ғой жаңа ше. Шынымен уәде бересіздер да, сіздер емес, басқа депутаттарды айтам да. Уәде беріп атта кейіннен орындалмай кетеді ғой, соны наған ғой. Өлтірген бірақ. Бәйі біздің ауылда білесің ба? Лапшабек деген депутатқа түскен ғой. Сөйтіп түсті да. Мектепті көріп, мынау не мектеп мынау? Деп сайлаудың алдында агитация жүргізеді ғой. Жүргізіп бақты да, мынаған капремонт жасайын бір нәрсе деп сразу ағаш кругляк түсірді ғой. КамАЗбен дәу КамАЗбен бүйтіп кранмен түсіріп деп ауылдың бәрі сенді. Біраз сенбей жатыр еді, құм түсірді. Құм түсірген кезде бүкіл ауыл сенді ғой, бол дауыс береміз деп. Бәріміз дауыс бергенбіз. Сайлау өтті, ертесіне қайттан круглякты көтеріп артып кетіп қалды ғой. Шалдары барып ұрысып, нағымайсың, нағып енді істемейсің десе айтып қойды ғой. Ой, сендерден ешкім маған дауыс берген жоқ. Маған ешкім дауыс берген жоқ сендердің ауылдарыңда деп. Мына өтірік әңгіме мен шығарған әңгіме ғой. Кім айтып жүр бұл әңгіме? Баяғыда ол біздің ауылда бір кісілер ғой. Шынымен ағалар, Қадыр атамыз айтқан екен ғой. Соғыстан кейін батырлар жерленеді, сайлаудан кейін уәделер жерленеді деп. Жоқ, сіздерге қатысы жоқ бірақ сондай нелер бар ғой. Негізі тікелей бізге қатысы бар, неге қатысы жоқ енді. Мен ана біраз компаниям бар, фермаларым бар, фирмам бар білесіңдер. Соның төленбеген налогтар бар, маған сол налог жабылса болды негізі. Налог төлемейді ғой депутат біз, мыналар не үшін жүргендерін білмеймін, мен налогым жабылса болды. Бірақ биыл жаңа Қазақстан сайлау әділ болады деп жатыр ғой. Мә, болмайды. Кім айтты оны саған? Әділ айтты. Қай әділ? Әділ эвент ше, концерт ұйымдастырушы. Болмайды ол, қол бос емес ол. Саған ондай адам әділ деп жатқан жоқ, жалпы сайлаудың таза болады дейді сайлау. Шынымен сайлау болады дейді. Биыл әділ болады. Мен ана кандидатурамда биыл алып тастады. Қанша адам салдым, қанша звондадым, әркімді қостым, болмады. Биыл әділ болады биыл. Тамақ келеді. Әкел. Тамақ келді ғой. Ал, Ереке. Құтты болсын, бізден көріндік. Жақсы аға? Рахмет. Жақсы онда Ереке? Жақсы. Рахмет, үлкен рахмет. Мінекей. Жақсы онда Ереке?
Жоқ, маған кітап керек жоқ. Мен оқымайын бәрібір кітап. Жақсы онда Ереке. Жақсы. Хабарласамыз. Жігіттер, мына болам деген ел өзен жағалайды. Өсем деген ер өнер жағалайды. Өнерлерің талмасын. Өнерлеріңе риза болдым, айналайын. Мына әрқайсыңа бір ағаларыңнан не болсын. Маңдар. Қазақтың жігіттерін қалтасы томпайып жүрсін. Рахмет аға. Еске алып отырамыз ғой аға сізді. Арасында жаңа мақтағаның бар. Рахмет аға. Еске алып тұрамыз ғой. Жаңа ғана домбыра тартқан жігіт қайықты өз? Қайсың еді өз? Мен ғой аға, мен ғой. Айналайын, талабыңа нұр жаусын. Рахмет аға. Талпынысың жақсы, бірақ анау домбыраның үні халықтың үні сияқты жоғары жетпей жатыр ғой. Қақтан да домбыраң ақпеш? Қазір білмейді аға. Міне келіңіз. Мынаның пернелер қайда кеткеннен? Жаңа былай болды ғой ағана, бір-екі пернесі сетінеп тұр екен. Одан кейін іштен алмайтын шығар деп соңына жинап тастадық пернелерін. Перненің кір-кір болып іздері қалып кеткен, сонымен тартсам дауыс шығатын шығар деп сөйтсем, қай жерінен тартсам да басып бір дауыс шығарып тұр ғой, болмайды екен ғой. Бұл қасиетті домбырада керек емес деген нәрсе жоқ. Өзі нота деген осы пернемен тұрады. Сен былай қыл, мен саған ағаңның атынан бір домбыра әперейін. Бір жақсы домбыра ал, қанша $1000 домбыра келетін шығар, жақсы домбыра. $1000 10 домбыра аламын ғой мен. Ал, айналайын. Рахмет аға. Қазақтың жігіттерін қалтасы томпайып жүру керек. Рахмет аға, мен сізге ырза болдым. Сіз домбыраны танығаныңыз, қазақты танығаныңыз, домбыраға жаныңыз ашығаны, қазаққа жаныңыз ашығаны. Сіз қазаққа керексіз. Сіз өзіңіздің кандидатураңыз қайттан ұсыныңыз. Мынау мені. Сіз керексіз қазаққа аға. Ойланыңыз аға. Мені бір шабыттандырып, қуаттандырды ғой мына бала. Сен бала керексің. Жүр сен екеуміз әңгімелесейік. Мен телефон нөмірім жазып ал, әлі мен саған талай керек болам әлі. Без очередь кіріп кетті ғой, Мен кірсем ба деп тұрамын. Мынау өте жақсы кірді бірақ ше. Мен бағаладым мынан кірген. Аяқ киіммен кіріп кетті ғой. Баса көктеп кірді ғой мынау кәдімгідей. Тарс шабалды ғой есігін. Жақын арада ешкімді кіргізбейтіндей қылып жатты мынау. Тағы бір 15 минуттай сөйлесеше, мынау домбыра мектебін ашатын сияқты. Біржан Байтуровқа жұмыс іздей берді керек болды ғой. Қаратау мектебін алады мынау. Оны жабайын деп тұрмыз. Сүйіп жатыр. Ағам депутат болмағанымен ше, депутат болғанымен малды ескісі екен, Қол ашық екен, ырза болдым ше. Рахат болды. Малды сен. Көңілде тоқ, қалтада тоқ. Жақсы оқым. Вот енді квартираға бара берсек болады. Қарында тоқ. Енді барайық, жатып демайық. Рексосқа барамыздар, Рексосқа. Ержан, квартираны қаяқтан алдың? Центрден алған шығарсың бір жақсы жерден, Мынандай ақшасы барлар, талаң шетіне жатпайды ғой енді. $1000-ға жақсы домбыра болайын, Мейрамбек Беспаев сияқты. Домбыраң бар ғой, қуасың ба? $1000-ға домбыра болды. Ақшасын босқа ұрдайын тұр ғой. Мейрамбек Беспаев деген сияқтысыз. Сен Мейрамбек Беспаев бол керексің ғой, домбыра ұстау үшін. Не алдыңдар жіктері? Мыналар аз алды ғой. Аманатқа бол ысырап дегенде бар ғой. Домбыраң жоқ емес бар ғой. Жилказан болды 500 теңгеге. $100 қалды ма сонда? $100 болды ғой саған жилкадан басқа не керек? Ойнамайды отырға. Шынымен домбыра ал. Болмайтын нәрсе. Малды несі не екен, берейік. Ой, мынау да бауыр басып, бірден бауыр басып қалды ше. Берсе адам сол. Ойнамайды отыр қой. Құтты болсын домбыраң, жақсы домбыра ал енді. Домбырымда $1 700 ұстап тұр мен. Мен екінші рет ұстадым. Исіген. Жақсы келіңіз, Бүгін жағдайы мен екен ғой, Арзытшы, бұлдай деп жатшы. Қалай, жақсы ма? Жақсы екен. Перден ашы, тасын өк қылмайшы. Казинода көрген затын емеш? Ашпа, ашпаш. Не үшін? Мен бұл квартираның егесіне әйеліммен тұрам деп айттым ғой. Балдармен тұрам деген жоқпын. Неменеге? Топырлаған балдармен тұруға бермейді. Бәлеқорлар көп жан жақта. Не істемесең сонда? Нешінші этаж ме осы? 4-ші этаж ғой. 4-ші этаждан кім көреді бізді? Сол ғой. Жан жақта бәлеқорлар өте көп. Ой, қайтып кіріп шығамыз енді. Таң атқанда шығамыз, қас қарайған кезде қайтып кіреміз. Мал боласын деп тұр ғой. Малдар істетеді ғой, азында кетеді, падаға айдайды. Бірақ малдың өзі әбетті су ішуге келеді ғой.
Малдан ары болайын деп тұрқ қой. Тау қайда жіберген мал болайын деп тұрқ қой. Жаңағы 50 мың теңге беріңдер. Не үшін? Мына пәтерге төлемейміз ба? Ойбай, бұл қаншасын бұл? 100 мың теңге. Ойбай. Мына үйді 100 мыңға болсын ба? Иә. Қаланың қақ ортасынан кім береді сендерге? Немене болып кеткен бе? Неше бөлмелі? 2 бөлмелі қарсай. Ойбай, 2-ақ бөлме ма? 100 мың ба? Долларларында жұмысым жоқ. Жіктер. Әкел. Нені? 50 мыңды бөліп алдық қой кесе. Ол өзім еңбек ақымы шаржардым мен. Енді сон бер деп жатыр ғой енді. Долларды өзімде қалады дейді. Тастайсың ғой енді жататын жеріңе тегін жатпақшысың мен. 20 мың берсей, 20 мыңдан алдық қой. Мен шаржарам ғой, 10 мың теңге аламын. Сен еңбегіңе. Бір нәрсе қосып алу керек еді қасына. 20-30 мыңда ұстап қайтадым. Болды, жіктері, уламай, шуламай жатыңдар. Хозяйка орыс білесіңдер. Мен ертең келем. Уже маған туалетті көрсетіп жүрші, дәрет алайын мен. Азынан бастап тірлік істейміз, жіктері. Блин, аңғарсай. Не қылды? Доллар түсіп кетті. 490 несі? 440 деп тұр ма жерде? Қош. Бүгінгі курспен, мына 440 деп тұр міне. Осы ғой. Мен доллар ұстаған кезде доллар түсіп кете беретін жаман дейсің. Бірінші рет ұстап тұрды ғой. Қанша рет ұстасаң да осы ғой, мына аңғарсай енді. Жоқ, доллар бірінші рет ұстап тұрған жоқсың ба? Иә, бүгін ұстадым ғой. Күніге доллар ұстап жүрген. Доллар жаңа долларды ұстап отыратындар бар ғой. Бана қара, аботтойым камерадан, кафеде отқан кезде ше. Анау депутат қолыма берген кезде таста түсір деді, бәрі жабырап. Байқатпай алу керек еді, онша бүйтем жан-жаға шығатқызбап кету керек еді. Айтпақшы, мына анау депутат қалай болса солай таратты ғой, байқадың ба? Фальшивка емес пе көші? Жоқ, шынсың ба? Фальшивкамен нені бірден ажыратам ғой мен. Қалай жатасың оны? Мынау көрдің ба? Қара. Шалды ма? Шалды қара. Иә. Шын доллар көрдің ба? Қаяқтан оны бейсің, шеріп, қаяқтан біліп тұрсың оны? Өтірік болса бар ғой, шерткен кезде мына шалдың шаштарынан қайыз қақты өтесің. Доллар тисе болды, саған тағы да мен Таиландқа барғым келіп жатыр. Таиландқа? Қашан бармыз Таиландқа? Жоқ, өткенде де барғым келген ғой. Тағы да барғым келіп жатыр. Барғым келіп қала береді десе, барғым келіп қала береді десе. Бүйтейік та. Кетеміз. Ақша бар. Не жатсың үйде? Не жатсың о? Бірінші бұлай қимылдамаймыз ба? Не? Күпті сиырлар қызып тұрсай орнан. Не? Қалаға келгенімізге қанша болды қазір? Бір емін еркен қалада бүйт жүрген жоқпыз. Міне дұрысың, міне өйсіп идея тастайдың. Сөйтейік, осында идея тастап тұрсаң бар ғой, жанамыз ғой. $100 өзіме ақтадым. Лайықшы бір, Қыздатып, сыздатып, мұздатып шықпаймыз ба? Бамайды, кәлям-пәлям андай бар екен ғой. Астағфиралла. Не айтып отырсыңдар екен, қыз нес? Адалынан тақпан ақшаны адалынан жаратсаңдаршы. Жүдә болмаса ата-аналарыңа жіберіңдер, жағдайлар керемет, шалқып отқан жоқ қой. Одан артылған садақа беріңдер. Мұсылмансыңдар ғой, шамал сезінсеңдерші. Ойбай, ораза келатыр ғой. Соған өздерін дайындасаңдаршы. Бопты мақыл, не, бопты. Боп, көгі реттейміз өзіміз. Қарастырамыз. Ата десе, ата. Иә. Бопты. Болда ше. Ауылға ма? Қайтарым. Құртайықшы. Мына мешет едет бізге. Уже мешет едет отыр ғой. Тосқауыл болып тұр қалдымыз да, дөң күйіп. Нарахате болайын деп тұр. Кино түспейтін болдық дейміз ба, бір нәрсе қылайық құртайық. Ержан, не кино түсіреміз? Киноны қайдам? Мына балдарды пайдаланайық. Қайтып? Ой, тойға жіберейік, ақша істейік. Үстінен ба? Иә. Құрты көп мұн. Әжептеу жерге құсап сыртқа шығып демалайын десең, мынау. Бірінші кезекте ше, келесі серияға бар ғой, киім алайықшы. Терлеп өлдік қымына киімін. Бәрі нәрсе дұрыс емес, бәсі шешінеші. Рахатнай. Бірінші сериян кейін мен әлі жоқ. Қызым? Жаным, қалайсыңдар? Қызын да сағынып жүрген сияқты қайта. Қызым, мамаңа бер. Мамаңа не істеп жатыр? Алло. Азғанамыз кетті. Қызым, мамаңа бер. Қызбен сөйлесеміз кетті. Алло. Жаным, қалайсыңдар? Өздерің не қыласыңдар, қалайсыңдар? Иә. Үйдеміз сол. Бекболат.
Бекжан, жай, Бекболат. Анау қуаты келсіңдер ғой сендер, Бекболат әке. Şu adam емес екенсіңдер ғой сендер, Не? Жүре әйелім сеніп қалды менің. Ойнап жатырық, не болды? Не болды ойнап жатырық? Ойнап жатырық сол жаш. Әйелім біледі ғой, ей. Қатыннан қорқпасам да Құдайдан қорқатынымды. Ой, болмады. ойын көтере алмайтын болыпты. Бәрі нәрсе біз уағыз айтып кете беретін болыпты. Аллаху акбар. Дұрыстап отырайын. Намаз оқып жатырық, ойын бөлмейік. Онда шетелші сөйлесек та. Шетелші? Напаға палы папамыз. Папызды бар дапа. Түпі-сүпі деп едім. Қапызды бар дапа деп алмапайып қапайт бабаймыз дапа. Өпөзіпіміз. Қапыз. Капаев папай деп. Дапа папай? Бобол дапа. Чапаған апаға жүпіз дополы бұрыбын қапаяқты ба? Мепен депе? Бебер баба? Қопай опақты ба? Епе? Бабай? Қапызда бар дапа қапаяқтапан тапам мұпыз? Қапыз бабам дапай мұпыз? Кім? Жүпіз допол ба? Кіпім мепен? Тепе лепон дапа рапа жопоқ қопой. Сепен депе мапа? Қапыз дапар дапың. Мапас сапаж, біз тепет мапас баба. Дапа бабай? Тепек дапа бабай дапам, бабас қапа сөпөз бөпө лепезіпің бебе өпөз өпі? Дапай бабай. Епе, опын дапа ебер жапан қапа абызбан дапа епік. Қапыз дапар, папыз дапар дапың, нопын өргін спор опа епік. Опын дапа бапар. Қопай сапан дапар. Сапай бапал. Бәбіләбәт. Біледі, ебеді, қошы өзіміздің біледі екен біледі. Қошы, сояқта жада берші, есіңе жазашы. Біледі екен қой бәрін. Арғы бетіміз түсініп отыр ғой. Ержа қызғанасың ба? Дәурен құрдасы өзі отыр. Алсай. Алло? Нағылымдар еріп кетіп барасыңдар ма? Иә. Ержан, нағымаймыз ба я? Түсініп тұрсың ғой. Қызғырған дегенде жаңа. Қасында адам бар ма? Мел деген бар ғой. Онда нағысай түскесін звондасай өзің жалғыз. Давай. Әлі жетпепті ғына. Не дейді, тыныш па? Мына балдар құтырайын деді. Жаңа ақша бекер беріп қойды. Бәрін жинап алу керек еді оларды. Ал, Ержандай, жақсы. Балдарың ақтият бол, айырылып қалмай ертең. Мақыма, давай. Сонда. Не болды? Не ағымаймыз ба я? Біліп тұрсың ғой, қойшы. Енді келгенімізге, қалаға келгенімізге біраз болды ғой, бір нағылайып қайтайық та. Массаж, қызғырған дегендей. Телефон номер болса жіберші, өзіміз нағыламыз, өзіміз бітіреміз, сөйлесіп. Болды, қазір жіберем. Жіберем деткіз. Қой, бар дей ма? О, келді міне. Қайда жүрсің? Қайда жүрсің дегеніз? Еріп жүр дейсің ме? Қаяқтан албастыларың? Албас деме. Не дейм енді? Вообще папам саған ренжіп кетті білесің ба? Немеге ренжиді? Папамның бүкіл ақшасын ұрлап кетті ғой олар. Ақшасын ұрласа қайтарып берді соны. Ұры вообще, кемесін үйге. Олардың саған пайдасы тимесе, зиян тимейді солардың. Қандай пайдасы типті қойшы? Міне пайдасы. Шай ішесің ба? Иә. Шайдан бұрын зарядке қойшы. Әкел. Олар ма? Сот деп жазып қойыпты. Сот? Оны соттап жүрген қолына. Не болды? Дәурен? Точно сондай қыздар ма? Звондай береміз ғой, я? Я. Ержанның атынан деп звондай берсіңдерші. Болды. Скидкасы болған жар сен айтсақ?
Болды. Звондай беріңіз дейді. Мен айтсаңдар болды дейді. Кім ол? Звондап атқан? Балдар ғой. Не дейді олар? Не дейді? Анау біреусі қайдам дейді. Көш? Арманыңа жеттің. Дұрыс, қайтсын. Соған такси тауып бердім. Дұрыс қой, иә. Ал мен қош. Сөйлесе енді. Алло. Ау. О, жаңа аты кім олардың? Біз жаңа сұрамаппыз ғой. Аттары дейсің ба? Аттары ше? Келіншегінің аты Сәуле, сосын Айгүл ғой. Күйеуінің аты Әлиасқар ма? Сонда білмеймін, есімде жоқ. Күйеуіне сөйтіп жүрді, қуасың ба? Керек жоқ, күйеуіне сөйтіп жүрді. Өбіш, керек жоқ, құтты тамай. Не айтып жатсыңдар? Кімнің әйелі? Таксист айтып жатырмын. Ой, бұрмай, сен таксистің атын білмейді екенсің де, бірақ әйелдердің атын жаттап алыпсың ғой, Каспий голдты аударғанда әйелдің аты шықпай ма? Екі әйелдің аты шықты ма? Сол білмей тұрмын ғой, сол Айгүл ма, Сәуле ма? Байқаша дер. Мұны қуа деген олды, мал екен құтыз. Өнсінес, ол массажистің күйеуін естіп жүрді. Күйеумен келді деймін не? Естің ғой жаңа? Күйеумен. Айтпашы, қалада сондай еркектер көбейіп кеткен кез. Әйелін жеңіл ақшада, әйелін сонда лаш жұмысқа жұмсап, содан түскен жеңіл ақшамен күн көріп, аяғын аспан көтеріп жатады. Ондай көп кез. Негіз былайша қарасаң нормальный бизнес сияқты, ондайға кез еркектердің шығып кеткен ғой. Қойш. Еркектер кәдімгі заказбен келеді, Нан күйеуді, значит, үш адам деп ойлап тұрды бізді. Бекболат қасы дейік те күйеуіне. Сөйтіп береді ме екен? Сондай, Күйеуің, маған күйеуің керек жоқ құрсын. Көрсек, неден? Неден болғанда ше? Мен ойым кетіп қалды ма бизнеске? Бір сағат қанша? 10-15 мың шығар? 20 мың деп тұр, 40 мың сондай болады қалада. Бір күнде 2-3 массаж істесе, кетті ғой мұнан ақшасы. 100 мың қалтаң тесе ма? Негіз ойланатын бизнес екен. Онда сен әлі үйленген жоқсың, бойдақсың, сондай айласа бірден. Сондай істейтін. Массаж оқыған ба? Үйде жатасың да жаңағы сол. Біздің Ержанға күніміз қарап қалды. Телефон тұр қолымызда. Ол үкіске жазайық да? Интернеттен іздесе, интернетте көп ондай. Түр суретімен шығады ғой. Массаж Шымкент. Мына шықты ғой. Детский массаж. Детский массаж болмайды ғой. Жауын жабысып қалса ғана ғой. Мына қыз нормально екен, Ол детский массаж. Мына қыз мощный екен. Қыздарымыз үлгенде зрелыйлардан көрейік та. Қуасың ба, қой? Несін? Қандыстыр шақ. Фото авадағы мен емес дейді. Жігіттер, ойлансаңдаршы. Қарызданбасаңдаршы. Жоқ ғой, қарыз емес қой. Наличка ғой. Бізді қарыз жоқ. Құдай сақтасын, қарыздан ондайға. Наличка сіздеміз ғой? Жаңа депутат берген ақша бар ғой, соған барамыз. Ақша көп қой. Ол зина деген нәрсе ше, наличка бола ма, рассрочка бола ма, ол қарыз ол. Зина емес, массаж әшейін. Ондай нәрсеге бармайды, массаж ғой. Бөтен әйелге некесіз жақындасаң, ол зина болып есептеледі ол. Міндетті түрде қайтарасың оны. Әпшеңмен, қарындасыңмен, жүдә болмаса әйеліңмен. Қарыз ол. Біз ақымақпыз, ол жағын ойлаған жоқпыз, оның бәрін есептеп отырмыз, бізде де есеп бар. Мынада қарындас жоқ, менде де қарындас жоқ. Әпкеміз жоқ. Мен бойдақпын. Мынаның қатынның қолы қатты, бұның қатында ешкім істетпейді массаж. Тасты. Мен қатынның қолы қатты ма? Білмейсің ба не? Тасты ба? Ол қақтан білесің? Амандасасың, амандасқан кезде қолың тиеді. Үйгеліп қолына. Ажырасып кеткіз ғой, неме оны ойнап отырсың? Сонда да намысыңа тие дегенде ажырасса да. Ақшаларың тасып бара жатыр ма? Қалталарыңа симай бара жатыр ма?
Magazинге барып анау мына алып келіңдер. Қазанда ауыз бекітеміз сәресіге. Жолда сөйлесеміз жүрсең. Ойбай, осы ішің не қылады? Көтерілгенде о. Сен ауыз бекітесің бе сенде? Жоқ. Қаяқтан бекітемін мен? Дәрі ішемін ғой мен. Дәрі ішемін ал. Қайтып дәрі ішсең ауыз бекітесің? Үнемі дәрі ішіп жүру керексің ғой. Сен менің қасымда жүрсің күніге. Қаяқтан дәрі ішіп? В общем, дәрі ішпейсің ғой сен. Қаяқтан ішемін мен? Ақша енді түсті ғой қолымызға. Енді барамыз ғой дәріханаға. Өзіңше тұтасың ба? Мен де дәрі ішкім келіп жатыр же. Тұтпаймын десе, в общем. Қаяқтан тұтасың дәрі ішіп? Тұтамайсың, өзің айтып тұрсың ғой. Келді ал. Ауыз бекіткенге не алады өзі? Құрма. Құрмалады ғой. Bir нәрсе жейтін бір нәрселер алатын шығар. Соның ба осы ғой, кел. Мынау есепте беріңіз, заттарға. Болды, қанша болды? 2,5 теңге болды. Болды. Доллар алмаймыз ғой біз. Ой бұл бізде. Ақша жоқ. Теңге жоқ қой. Бересіз, курс қанша болып отырыз? 400-ден есептей берікші аға, 400-ден есептей берікші. Сен нәске ба аяғың? Аяғың жаман сазы бар ғой. Нәске бересіңші, нәске бер. 200 теңге. 200 теңге? Арзан ғой, қымбаттауын берсең ба? Ол 500-ге алса сосын ба? Болып берсеңші, аздашып берсеңші. Дәріні алдым бақ. Дәріханадан аламыз ғой біз магазиннен. Жасаға рахмет аға. Жақсы. Лифтің басында ма? Ауыз бекітеді. Папа мамаң ауыз бекіте ма? Жоқ, өзім бекітейін деп жатырмын. Өзім? Сен жасың нешеде? 6-та. 6-та? 6-та. Жап жазып. Ол пенсияға шыққаннан кейін үлгересің ғой, асығып жатсың. Пенсияға сіз жете аласыз ба, жете алмайсыз ба? Оны бір Құдай біледі ғой. 4-тегі балдар да қайтыс болып кетіп жатыр ғой. Әбжеттігі мүмедік? Қорғамын алар. Қорқынышты ғой сөздер. Әңгіме шаманы. Мен төшікпен жазамыз. Мәссаған. Арза бол меше. Кішкентай балаға да. 6 жасар бала. Ауыз бекітем дейді. Немене керзі бол? Біз ұяттау емес па? Ой, сен немене кет? Біз дәрі ішеміз ғой. Біз дәрі ішеміз ғой, кеттің ғой. Дәріміз бар ғой. Сылтауымыз, сылтау деп ғой, неміз бар екен ғой. Қандай дәрін ау? Аскорбинка, витамин. Біраз жазып берген ғой, назначениесі ғой. Қалдерің мүшкіл екен ғой, Алла шифа берсін. Дұрыстау дәрі алмайсың ба? Зиян жоқ дәрі осылар ғой. Бірақ бұл дәрі болмаса да ше қошқышылар бар ма ше? Мидас жүрдің қошқышылар қой жоқ ғой. Қымбат дәрі алған ғой. Бұл дәрі болмаса да бірақ мен сенің 30 күн оразыңа мен шыдай алмаймын сөздің ашығын айтайын. Сол ғой сол. Асқазанды құртасың. Оразада жеңілдік бар ғой. Қандай жеңілдік бар? Басында 10 күн ұстайсың, ортасында 10 күн ұстайсың, аяқ жағында 10 күн ұстайсың, болды. Ой, болды ма сөйтуге? Иә. Болды онда. Қай жері болды онда? Басында, аяғында, ортасында. 10 күннен бәрі 30 күн болып тұр ғой? 10 күнде, мен 3 күнде бойлап тұрмын ғой. 10 күн 30 күн болып тұр ғой? Болмайды ол. Енді парыз ғой жігіттер бұны міндетті түрде ұстау керек қой. Сөйтіп шамал қулықпен не алмасам сендер ұстайын деп тұрған жоқсыңдар да просто. Бірақ онысы да бар. Наңғазыныш. Бірақ ана 6 жасар балаға ораза керек жоқ деп берейін. 6 жасар бала жаңа ораза ұстатам дейді. Не керек ораза? Пенсияға шыққаннан кейін
Күйеуі намаз оқып жатыр. Егесін. Азай. Күйеуі намаз оқып. Сол ешек намаз оқымай тұрған кезде ешектен бұрын оқысаңдаршы хотя намазда. Тәубелеріңе келсеңдерші. Ойбай. Сүйектен өтті не қылып жеріңдер еді? Анау 6 жасар балам мына түйе ешек деп. Саған өтіп жатқан жоқ қой шын? Сүйектен өтіп кетті ғой мына сөзде. Өткен жоқ қой саған. Бетон екенсің сен де пырт деп түсіп кете берді ғой. Дәрет алмаймыз ғой біз. Үйрететін тұр мынау. Үйретем ғой. Дәрі жем ғой мен. Дәрін сол үшін іше бересің, кеттік жүр. Я мейірім шексіз болған әлемдердің Раббысы. Өзіңнің разылығың үшін таңнан кешке дейін ұстаған оразамызды, қабыл мұратымызды асыл ете көр. Осы екі бауырым Құдай қаласа бастамасын оңды қыла көр. 5 уақыт намаздарын қаза қылмайтын құлдардың қатарынан қыла көр. Амин Аллах. Ей, аузың жауып есіне. Аузың жауып есінесі. Шығын ішіп кетеді ғой. Не мая? Мынау сәрезге тұрмай қойсын деп еді. Жаңа ұйқым бәрін бытшын шығарды ғой. Тұрған абзалырақ. Тұрып қара су ішіп болса да бекітіп қайттан жату керек. Қой? Иә. Ұйықтап қалыпта, азанда ештеңе ішпей, ары қарай аузыңды ашып кетесің ба? Ұйықтап қалсаң да қатты. Сол сұравадың ғой? Жоқ, тұрасың да, ұйықтап қалсаң тұрасың да, ниет қылып, сол кешке дейін ауыз ашарға дейін ештеңе ішпей, шыдап жүре бересің болды. Ниет еттім ауыз бекітуге дейсің де болды. Ештеңе ішпейсің. Мен не істейміз енді? Енді кешке дейін ашып жүреміз бе енді? Иә. Мен шыдамаймын. Неме шыдамайсың? Білмеймін. Ұйықтайықшы. Ертең кешке дейін ұйықтайықшы. Сөйтейікші. Ауыз ашатын кезде бірақ тұрмаймыз да, сол кезде білмей кетеді де, зу өтіп кетеді де. Оразаны же, оразаны. Ұйықтап өткізсең, сауабын түсіңде көресің. Естітпеңдер сондай да. Ұйықтамау керек болсын да, иә? Иә, тіршілік істеп жүру керек. Ұйықтамасаң, жүре бересің, босып далада. Не істейсің қазір? Тіршілігін істейсің ғой, тірі адам тіршілігін жасайды ғой. Қазір не істейміз қазір? Қазір енді таң намазын оқимыз. Жүріңдер кеттік. Одан кейін әбетте 5 намазын оқимыз. Таң намазын ұйықтаймыз ба? Ұйықтауға болатын шығар? Демалуға болады. Кетеміз ба? Иә. Намаз оқи алмаймыз ғой біз. Үйретем ғой, маған үй берсеңдерші, менің артымда үй там қойсаңдар. Қандай үй там мен? Азанда оқыған намазымыз ше, ол таң намазы, қазір оқиын деп тұрған намаз, 5 намазы. Жарай ма? Мен не істеймін, соны қайталайсыңдар. Сол азандағылай ма бәрі? Иә. Кәмсе ең кезеңге киіп, тоңғайсың, тоңғайып, соны істей саламыз ба? Тур соны істейсіңдер болды. О, оңай ғой, но? Өзіміз екен ғой, қиындап жүрген. Сол ғой? Иә, өзіміз қиындап жүрген. Намаз оқысы келген адам ше, уақыт табады, бір нәрсе қылып. Намаз оқысы келмеген адам сылтау табады екен ғой. Мен ауырамын, жұмыстан шығамын. Әршем деген сияқты. Аллаху акбар. Bir жазма. Allahu akbar. Sami Allahu liman. Allahu akbar. Мыналар қуа деген ғой, есігің айқара ашық тұр ғой. Ауылда жүрген сияқты хозяйка қылса өлтіреді ғой. Сол едім ғой. Келіншегімді сөйтіп әрең құтылдым ғой. Нең бар еді нөмірін беріп? Мыналар ғой қоймай қойған. Қыздардың, массажист қыздардың нөмірін берді. Мыналар намаз оқып отыр ма? Бұрыннан оқитын бе еді? Бек болады, бұрыннан оқиды. Мына екеуі енді көрді. Іштеп жүрген кешегі анау. Өте жақсы оқып отыр мыналар. Молдалар сияқты оқып отыр кәдімгідей. Еще оразамыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Астағфируллах. Аллахумма салли ала Мұхаммад. Жігіттер, мына намаз оқыстарың жарамайды сендер? Не ол? Жертаң кетіп жақсы болыпты. Аяғын тартсызым, аяғын. Намазды сөйлеуге болмайды. Нағыл сөйлеп атқан? Болмай ма не? Болмайды, мүлдем болмайды. Артық қимыл істеуге болмайды. Мұны талтайып тұруға болмайды ғой, иә? Талтайып тұрғанды қоя берші. Намазды сөйлеуге болмайды. Ихсан дәрежесінде оқу керек намазда. Немене ол ихсан деген? Алла мені көріп тұр, мен Алланы көріп тұрмын деп оқу керек. Сөйтіп оқып жатыр ғой. Аяғын тартшы десем соған ақ келді. Қарсығып. Отырыста отырған адамдар ұқсап, жертаң кетіп.
шынымен білген жоқпыз оны. Алла кешірсін бәрімізді. Ал ниет қабыл болсын жігіттер. Ассалаумағалейкум. Ниет қабыл болсын. Жігіттер, сендерде намаз оқып жатқан адамға деген құрмет, намазға деген құрмет жоқ па? Намаз оқып жатқан адамның ойын бөліп жатсыңдар өйтіп. Күбір етіп келе салып. Мына жерде біз жүгері қарауылдап отқан жоқпыз ғой. Намаз оқып отырып қой. Болмайды олай. Ұят болады ол. Қалайсыңдар? Жігіттер, есікті аңқитып ашып кеткендер не ол? Мынау ғой соңынан кірген. Жау жүрмейсің ба? Қой, ашып қалып кетіп па? Квартираның қажайсыз өлтіреді ғой. 2 адам тұрады деп айтқан ғой. Бопты, енді не қылмаймын, байқамай қаламын. Желсіз ғой, тыныш жүріп, тыныш кіріп шығамыз. Болды. Хозяйка келді.